Бицепс бұл сенің визиттік картаң сияқты екенін білесің бе? Қысқа жеңді футболка киюің жеткілікті. Айналаңдағылардың бәрі сенің тамаша физикалық пішініңді бірден байқайды. Сонымен күшті қолдар мен үлкен бицепс жаттығу залында жаттығуды енді бастаған кез келген адамның арманы. Сол сияқты мен де үлкен бицепсті қалаймын. Сондықтан мен бұл мәселені егжей-тегжейлі қарастыруды шештім. Ең қызығы спорт залға барудың қажеті жоқ. Орналасқан жеріңе тәуелсіз бицепстерді жаттықтырудың керемет әдістері бар. Оларды кез келген ыңғайлы ортада жасауға болады. Мен бұл бейнені көргеннен кейін сенің бицепсің мотивацияның жоғарылауымен бірнеше сантиметрге үлкейетіндігіне уәде беремін. Ал сен бицепсіңді үлкейтетін әдістерді үйренуге дайынсың ба? Ендеше кеттік. Алдымен бұл бұлшықетті қалай тез шынықтыруға болатынын анықтау үшін оның не екенін анықтайық. Бицепстің анатомиялық дұрыс атауы екі жақты бұлшықет. Негізінде бицепс қысқа және ұзын бөліктен тұрады, және олардың әрқайсысының өз басы бар. Бицепс бұлшықеттері неғұрлым дамыған болса, олардың құрамдас бөліктері соғұрлым айқын болады. Иықтың бұрыштық бұлшықетіндегі ұзын бөлігі қолдың сыртында, ал қысқа бөлігі ішкі жағында орналасқан. Сонымен қатар бицепстің дамуына оның астында орналасқан иық бұлшықеті әсер етеді. Бицепсті жоғары itергенде ол оның өлшемін көрнекі түрде арттырады. Енді қызықсыз анатомия жеткілікті. Егер сен массивті, бұлшықетті, мүсіндік қолдарға ие болғың келсе, сенде қуануға негіз бар. Осы шығарылымда мен осы тақырып бойынша барлық пайдалы ақпаратты жинадым. Үлкен бицепстерді қалай дамыту керектігін үйренудің уақыты келді. Бицепсті қалай дұрыс өсіруге болатынын білместен бұрын не істеуге болмайтыны туралы бірнеше кеңестер беруге рұқсат ет. Осылайша сен бірден қателіктерден аулақ бола аласың және уақытыңды босқа өткізбейсің. Кингстайл арнасы әрқашан өз аудиториясының қымбат уақытын босқа өткізбеуін қадағалайды. Адамдардың жаттығу залында жіберетін ең үлкен қателігі шамадан тыс жаттығулар. Бұл жағдай көбінесе адамдар өздерінің бицепстерін тез өсіру мақсатында бірнеше сағат бойы бицепстерін жаттықтырғанда, гантельді және штанганы тоқтамай көтергенде, және машиналарды шамадан тыс қолданған кезде болады. Бұл жаттығулардың көпшілігі ойланбай орындалады. Ең жақсы жағдайда бұл уақыт пен күш-жігерді босқа кетіру. Бағдарламалар бұлшықеттер дамиды деген үмітке ғана сүйеніп, ойланбастан немесе стратегиясыз құрылады. Бұл видеода мен саған әсерлі қолдар жасау үшін не қажет екендігі туралы түсінік беремін. Жаттығуларды таңдау, қайталау схемасы, орындау реті және демалу үзілістері жылдам нәтижеге үлкен әсер етеді. Және бұл бізге қажет нәрсе. Тағы бір маңызды нәрсе, назарыңды салмаққа емес, техникаға аудар. Бұл жаңадан бастағандар жиі жіберетін қателік. Олар бицепсті гантельдермен қалай дұрыс дамыту керектігін үйренуге немқұрайлы қарайды. Және бірден ауыр салмаққа көшеді. Өкінішке орай, бұл қате көзқарас. Жаттығулардағы салмақты арттырмас бұрын дұрыс техниканы меңгеру маңызды. Бұл әсіресе гантельді көтеруге қатысты. Сапалы оқшаулау жаттығулары үшін ауыр гантельдерді бірден көтермеу керек. Қозғалыстарды дұрыс орындау әлде қайда маңызды. Бұл нәтижеге жетуді тездетіп қана қоймайды, сонымен қатар жарақаттардың алдын алады. Жарақаттар сені мұндай жаттығулардан бас тартуыңа мәжбүрлеп және бұлшықет массасын арттыруынан құр қалдырады. Енді бицепс қалай жұмыс істейтінін түсінгеннен кейін, олардың өсуіне не көмектесетінін қарастырайық. Бұл жаттығулар жаттығу залындағы әрбір қозғалыстан барынша нәтиже алуға көмектесу үшін жасалған. Өзіңе қауіп төндірмеу үшін техникаға назар аудар және тым ауыр салмақтарды қолданба. Арнольд Шварценеггер айтқандай, бұлшықет сияқты бол. Күш-жігеріңді және назарыңды әр жаттығудың сезіміне аудар. Бұл жаттығудан барынша пайда алуға және қауіпсіз болуға көмектеседі. Мына бодибилдинг мамандарының пайдалы кеңестеріне көңіл бөлген абзал. Бицепсті штангамен жаттықтырған кезде сыртқы және ішкі жағына назар аудару маңызды. Бұл штанганы қаншалықты кең ұстағаныңа байланысты.
Егер штанганы иықтың параллель сызықтарынан кеңірек ұстасаң, онда бұл сыртқы бицепске. Ал егер иықтың бойымен ұстасаң, ішкі жағына күш түсіреді. Егер сен шынтақ буынына жақын орналасқан бицепстің жоғарғы бөлігін дамытуға қызығушылық танытсаң, төменнен ортасына қарай қозғалысқа назар аудара отырып, амплитуданың жартысында жаттығуларды орындап көр. Бұл әсіресе иық буынына жақын орналасқан бицепс үшін пайдалы. Сондай-ақ білуге тұрарлық қызықты ғылыми факт бар. Трицепс негізінен жарақаттанудың алдын алу жүйесінің бір түрі болып табылады. Бицепспен жұмыс істеудің белгілі бір кезеңіндегі трицепс бицепстің күшін бөгеттейді. Оның 100% ашылуына жол бермейді. Бұл ықтимал зақымдануды болдырмау және бицепсіңді тиімді жаттықтыру үшін маңызды. Қарама-қарсы ережеде бар, бицепс трицепсті бөгеттей алады. Сондықтан бицепсті жаттықтыру алдында трицепсті алдын ала жүктеу керек. Сонда оның белсенділігі төмен болады. Бұл тәсіл қысқа мерзімде бицепс үшін толық пайдалануға мүмкіндік беретін тамаша әдіс. Осының арқасында сен әдеттегіден көп салмақты көтере аласың. Қолыңның күшті және сау болуын қаласаң, бұл әдісті ескеру және қолдану маңызды. Тағы бір маңызды ереже. 30 минуттық жаттығу кезінде бар күшіңді сал. Жаттығуға 100% толығымен беріл. Жаттығудың қарқындылығын арттыру үшін әрең көтеретін ауыр салмақтардың бірнеше жиынтығын орында. Бірақ сақ бол. Бодибилдерлер бұл әдісті талғанша жаттығу деп атайды. Өйткені сен бұдан басқа толық жиынтық жасауға мүмкіндік бермейтін салмақпен жұмыс істеуің керек. Қолды талдыру үшін өз салмағыңды тап. 6-8 қайталаудан тұратын бір жиынтықтан кейін бұл жігіттерің келесі жиынтықты орындай алмайтындай шаршау керек. Бірнеше жиынтықты орындау оңай болса, салмақты арттыр. Біреуінде жасай алмасаң, салмақты азайт. Бұл шығет күші артқан сайын қол талдыратын жаттығулардың салмағы уақыт өте келе артады. Оңтайлы салмақты анықтау үшін бірнеше апта сайын бірте-бірте бірнеше килограммнан қосып отыр. Енді тағы бір таңғажайып жаттығу. Гантельді көлбеуден көтеру. Ол үшін жаттығу креслосын 45 градусқа шалқайтып оған отыру керек. Аяғыңды еденге қойып, қолыңды төмен тік созып, гантельдерді қолыңа ал. Гантельдерді бір-бірден көтеріп, қолдарыңды иық деңгейіне жететіндей етіп бүк. Содан кейін оларды баяу артқа түсір. 6-8 қайталаудың 2 жиынтығын орында. Содан кейін 3 жиынтыққа дейін көбейтуге болады. Бұл жаттығу алдыңғыға қарағанда оңай болып көрінуі мүмкін, бірақ шын мәнінде шалқайған күйде гантельдерді көтеру сәл қиынырақ. Сондықтан сенің бицепсің керемет жүктеме алатын болады. Турникке тартылу. Таңғаларлық көрінуі мүмкін, бірақ бұл бицепс үшін ең тиімді жаттығулардың бірі болып табылады. Бұл күрделі болып көрінуі мүмкін, бірақ бұл бицепс мөлшерін ұлғайтудың тамаша тәсілі. Оны орындаудың әдісі мынадай. Алақаныңды өзіңе қаратып, турникке иықтың енінен асыл. Аяқтарыңды айқастырып, иегің қолыңнан жоғары болғанша көтеріл. Содан кейін денеңді бастапқы күйге баяу түсіріп, 6-8 қайталаудың 2 жиынтығын орында. Осыдан кейін сен жиынтықтардың санын 8-12 қайталауға дейін көбейте аласың. Бұл жаттығу бицепсті ғана емес, сонымен қатар денеңнің жоғарғы жағын тамаша нығайтады. Ұсынылған жаттығулар бицепсті жаттықтырудың тиімді және қызықты жолдары болып табылады. Сен қай жаттығуды таңдасаң да, бұл әдістер бицепсіңнің күші мен өлшемін дамытуына үлкен көмек берері сөзсіз. Қажетті нәтижеге жету үшін қалыпты қайталау санынан бастау және қарқындылықты біртіндеп арттыру маңызды. Мұндай жаттығулар сенің дене шынықтыруыңа оң әсер етіп қана қоймайды, сонымен қатар бицепсті нығайту процесін қызықты етеді. Тиісті техниканы және үнемі жаттығуларды орындауды ұмытпа. Сонда сен денеңде керемет өзгерістер байқайсың.